Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі әңгімеміз дейсіңдер-ау Қасымның несі басым? Қасым солай болмаса несі Қасым? Ақыммын деп қомпаңдап жүргендердің әммесінен Қасымның десі басым деп Мұқағали атамыз жырлаған Қасым Аманжолов туралы болады. Қабыл алыңыздар. Әңгіме Анар Әлдибекованың Қасым Аманжолованың қызы Дариға Аманжоловамен болған сұхбаттан алынды. Маңдайыма жазылғаны сол шығар деді. Дариға Қасымқызы, әкеңіз туралы жазылған мәлімет, зерттеу, мақала, естелік, фотосурет, кітаптардың бәрін жыл-жылымен тізімдеп, реттеп, жинақтап, картотекасын жасап қойыпсыз. Артында өзіңізде іздеуші ұрпағы бар Қасым Аманжолов бақытты екен. Әкеңіздің өмірбаянын өзіңіз айтып беріңізші. Рахмет. Әкем 1911 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты Қызыларай ауылында, қазіргі Қасым Аманжолов атындағы ауыл, дүниеге келген. Аманжол атамыздың ұлы Рахымжанның 3 әйелі болыпты. Бірінші әйелінен Ахметжан, Нығметжан, екінші әйелінен Тайжан, үшінші әйелінен менің әкем Қасым мен Сәния деген бір қыз туылған екен. Қазір Ахметжан ағаның немерелері осы Алматыда, Тайжан ағаның немере шөберелері Астана мен Өскемен қалаларында тұрады. Нығметжан ағаның өмірінен бейхабармын, өйткені ол кісі революция кезінде Қытай асып кеткен екен. Рахымжан атам өкпе дертіне шалдығып, 44 жасында өмірден озып кетіпті. Бұл кезде менің әкем Қасымның жасы 5-те болған екен. Әкесі кеткен соң қолдарындағы азын-аулақ малдары да таусылып бітеді. Шешесі Айғаншаны Оспан деген бір барымташы өзіне зорлықпен 3-ші әйел етіп алады. Бірақ балаларын қабылдамай қояды. Сенің балаларың маған керек емес деп ашық айтыпты. Айғанша апамыздың ол кісімен бірге өткізген өмірі адам қызығарлық болмаған. Апамызды бұл күйеу үнемі таяқтың астына алған екен. Қысқасы, әкемнің балалық шағы өте қиын болған. Жоқшылықтан, аштықтан, жетімдіктің тауқыметін ерте тартқан. Балалар ары қарай қалай күн көрген сонда? Ахметжан ағасы күнкөріс қамымен қалаға жұмыс іздеп кетеді. 10 жасар Тайжан, 5 жасар Қасым, 3 жасар Сәния үшеуі ел ішінде ағайын туыстарының қолында қалған. Сол күндері Сәния аштан өлген. Әкем ауылда қолынан келетін қой бағу, отын су, шөп тасу, тезек теру деген сияқты жұмыстың бәрін істеп, нан тауып жейді. Осы ауылда жүргенде молдадан мұсылманша білім алады. Міне, 13 жасқа дейін әкемнің өмірі осылай өткен. Содан кейінше Ахметжан аға ол кезде отбасымен Семейде тұрған екен. Сол кісі Тайжан мен Қасымды өзінің қолына алады да бастауыш мектеп-интернатқа орналастырады. Әкемнің мінезі тентектеу болған. Бір күні бір мұғалімді аяғынан шалып қалған ба, ол құлаған ба, білмеймін. Бірдеңесі бар. Осы оқиғадан кейін әкемді мектептен шығарып жіберіпті. Әкемнің тегі ол кезде Рахымжанов болатын. Содан Ахметжан аға әкемнің тегін Аманжолов деп өзгертіп, басқа мектепке орналастырады. Өйткені Қасым Рахымжановтың әлгі тентектігінен кейін ешқандай мектеп қабылдамай қояды деп ойласа керек. Дегенмен әкем жақсы оқыған, көп оқыған, қанша қиыншылық көрсе де өзі пысық, әрі алғыр бала болған екен. Бұл мектепті бітіргеннен кейін Семейдегі мал дәрігерлік техникумда 3 жыл оқиды. Бірнеше музыкалық аспаптарда ойнайды. Алғашқы өлеңдерін қай кезден бастап жазған? Мал дәрігерлік техникумда оқып жүргенде, Қабырға газетінде алғашқы өлеңдері жарық көреді. Бұл өлеңдер жазылған дәптері кейін жоғалып кеткен. Сондықтан 1930 жылдарға дейін жазған өлеңдер сақталмаған. Бірақ әкем техникум бітірмейді, өйткені бұл оқу өзіне ұнамаған екен. Содан Алматыға келіп, қазіргі Абай атындағы педагогикалық университеттің әдебиет бөліміне тапсырып түсе алмаған. Сосын біраз уақыт Лениншіл жас, Қызыл әскер газеттерінде жұмыс істейді. Біраз өлеңдері осы газеттерде жарияланған. Сол уақытта орман шаруашылығына қатысты әртүрлі мамандар керек деген бұйрық шығады. Сөйтеді әкем өзі қатарлы көп жастармен бірге Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі. Бұл жақта ол 1 жыл оқиды. Содан бұл мамандық маған ұнамайды, ағаштың түбіне қарап отырғаннан не табамын деп, ол жақтан кетудің амалын қарастыра бастайды. Өйткені себепсізден себепсіз оқудан шығара салмайды ғой. Содан әкем темекіні суға салып, езіп ішіп, қатты ауырып қалады.
Оның ауруының себебін білмеген мұғалімдер қазақтарға біздің ауа райы жақпайды деп елге шығарып салады. Сөйтіп Алматы қаласына келеді. Бұл жерде жұмыс істеп жүргенде жасы келіп әскерге шақырылады. Отан алдындағы борышын Орал қаласында өтейді. Өзі сондай белсенді адам болған екен. Әскер қатарында жүргенде комполит құрамына кіреді. Комсорг болды, көптеген аспаптарда ойнады. Домбырадан басқа сырнай, скрипка мен пианинода ойнады. Өз өлеңдеріне ән шығарған. Сондай-ақ әскерде жүріп, клубта Оралдың пединститутында концерт ұйымдастырған екен. Әкемнің өмірбаянын жазған кейбір кісілер оны осы институтта білім алған деп көрсетіп жүр. Шындығында ол кісі мұнда оқымаған. Айтпақшы, мұнда ол жазушы Жәрдем Тілеков екеуі әскери борышын бірге өтеген. Осы кезден бастап екеуі жақын дос болып кетеді. Әлгі концерттерді мереке сайын екеуі бірге ұйымдастырған. Әскерден келгеннен кейін не істейді? Оралда әртістік қабілеті бар жастарды жинап, театр группасын ұйымдастырады, оркестр құрады. Оған өзі көркемдік жетекші болады. Өзі де роль ойнаған, ән айтқан, күй тартқан. Әкем анамды шын сүйген. Анаңызбен осы кезде танысады емес пе? 1 мамыр мерекесіне орай өткен бір концертте әкем Әнуар Сейдахметов деген офицермен танысады. Ол кісі өз әскери адам болса да аздап өлең жазатыны бар екен. Әнуар әкем мен Жәрдем ағаны үйіне қонаққа шақырады. Мына кісі менің жарым Сақып Жамал деп әйелімен таныстырады. Бұл 1936 жыл. Анам өте көрікті әйел еді. Әкем оған бір көргеннен ғашық болып қалады. Ас даярлап жүргенмін. Ас бөлмеге Қасым кіріп бір кесе су сұрады. Оны ішті де тағы бір кесе су сұрады. Оны ішіп болған соң мені өзіне тартып бетімнен сүйіп алды. Сосын шығып кетті. Мен түсінбей тұрып қалдым. Жарымның досының қылығына таң қалдым. Тамақ дайын, дастарханға апарайын десем әлгіден кейін қатты ұялып тұрмын. Әйтеуір бір уақытта шықтым ғой деп сол кезді еске алатын анам. Кейін әкем Алматыға келеді. Социалистік Қазақстан, Лениншіл жас газеттерінде жазушылар одағында қызмет істеді. Әнуар әскери адам болған соң жұмыс барысымен әр қалаға көшіп қонып жүреді екен. Ол да отбасымен Алматыға келеді. Біраз уақыттан кейін отбасын осында қалдырып, өзі Киевтегі әскери академияға оқуға кетеді. Сол кезде әкем анама өлеңдетіп, жиі хат жазып жүреді екен. Бір күні анам ол кісіге: өзіңнің есің дұрыс па? Менің күйеуім, балаларым бар. Мен жайыма қалдыр деп бір рет қана жауап жазыпты. Мұны білген Әнуардың туыс әйелдері оған: қашан келесің? Сен ол жақта оқып жүрсің. Мына жақта бір қазақ әйеліңе маза бермей жүр деп хат жазады. Әнуар өте ақылды кісі болған екен. Ол қайдағы бір қазақ емес. Ол қазақтың ақыны Қасым Аманжолов. Мен ол жігітті білемін. Рас, ол менің әйеліме ғашық. Ақын адамға біреуге ғашық болу керек. Сонда ғана жақсы өлең жазады, шабыттанады. Сендердің шаруаларың болмасын. Өзім келіп, өзім шешемін деп жауап жазып жіберіпті. Әнуар мен анаңыздың балалары бар ма еді? Иә, екеуінің Телман, Нұрия, Жанна деген 3 баласы болған. Нұрия кішкене күнінде шетінеп кеткен екен. Кейін 2-ші дүниежүзілік соғыс басталады. Бұл кезде Әнуар Киевтен келіп, Ресейдің Свердловск қаласына көшіп кеткен болатын. 1941 жылдың 16 маусымында соғыс басталуына бір апта қалғанда кіші қызы Жанна дүниеге келеді. Әйелін перзентханадан шығарып үлгерместен Әнуар бірден майданға аттанады. Содан анам өзге елде қалмауды ойлап балаларын алып Алматыға көшіп келеді. Мұнда күндіз түні майдандағы солдаттарға киім тігеді. Жасы 23-ке енді толған кез екен. Осы кезде баласы Телманға суық тиіп қайтыс болады. Бұл кезде менің әкем Қасым да соғысқа кетеді. Алғашында қиыр шығыста әскери қызметте болған, 1943 жылы батыстағы майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болады. Соғыста да өлең жазған, мақтау қағазын сыйлыққа сағат алған. Әнуар соғыстан орала ма? Жоқ, ол кісі майданда қаза табады. Мамама 1943 жылы қара қағаз келеді. Ал әкем 1945 жылы елге оралады. Бұл кезде анам Алматыда Әбу Сәрсенбаевтың үйінде тұратын. Ол кісінің әйелі Ләзиза Әнуардың әпкесі еді. Анам Әнуардың туыстары тұратын Қаскелеңге де жиі баратын. Сол жақта әкемнің бір жолдасы да тұрыпты. Оған әкем
Анам туралы біліп беруін сұрапты. Қайда барсам да базарға, жұмысқа, басқа жаққа болсын, алдымнан бір жігіт шығады. Бір күні оны ұстап алдым да, сен неге осымен аңдып жүрсің дедім. Кешіріңіз, менен Қасым Маманжолов сізді сұраған еді. Ол сізді әлі ұмытпай жүр деді. Мен күйеуім мен ұлымның қайтыс болғанын, қызым мен жесір қалғанымды айттым деген еді мамам. Сосын досымнан мән жайды естігесін, әкем мекен жайын біліп, анамды іздеп келеді. Құдай куә, Әнуарға өлім тілеген жоқпын, солай болып қалыпты, бірақ мен сені сүйемін. Арада 10 жыл өтсе де ойымнан еш шықпадың, маған тұрмысқа шықшы деп ұсыныс жасапты. Анам да 10 жыл бойы махаббатын сақтаса жаман адам емес шығар деп ары-бері ойланып келісім берген екен. Сөйтіп Жаннаны да бауырына басқан, оны өз баласындай көрді. Бірақ Жаннаның тегін өзіне жазған жоқ. Әнуардың жалғыз көзі ғой, атын өшірмесін депті. Әкем анамды шын сүйген. Әйтпесе ол кезде өзі аты шыққан ақын, жүрген жерін думан, той еткен өнерпаз, соғыстан оралған батыр жауынгер еді. Артынан жүгірген қыздар да, таңдау да көп болған. Иә, Марфуғаға деген өлеңдері бар ғой. Оралда Марфуға Кенжеғалиева деген қызбен танысып, екеуі үйленбекші де болған екен. Бірақ сол кезде бір газетке әкемді жамандаған бір мақала шығады. Осыдан кейін Марфуға, сен жаман адам екенсің, мен саған тұрмысқа шықпаймын депті. Сөйтіп екеуі айырылысқан. Бірақ соғыстан кейін Марфуға Алматыға әкемді іздеп келген. Сен кезінде менен өзің бас тарттың, қайдағы бір жел сөзге сеніп кеттің. Әлі талай мені жамандаған мақала шығады деп әкем жібімей қойған екен. Анасымен ренжісіп қала беретін. Әкеңіздің мінезі қандай еді? Өзіне тиіспеген адамға ол да тиіспеген. Үйге достары көп келетін болыпты. Бірде анама осы әкем бәрімен айқайласып ұрысып қалады екен. Бірақ Тахауи Ахтановпен ешқандай сөзге келмепті деп едім. Тахауи соғыста майор болған, Қасым қатардағы жауынгер болған, офицерге қарсы келмейді деген болатын әзілдеп. Тахауи аға да көркем мінезді адам болған ғой. Ал Сырбай Мәуленов өте шыдамды кісі болған. Әкем екеуі жиі ұрысып қала береді екен. Бірде Сырбай аға мен әкем қатты айқайласып, сосын әкем ол кісіні үйден қуып шығыпты. Сен неге оны қуып шықтың? Осылай істей берсең, ертең үйіңе ешкім келмейтін болады ғой деп ренжіген мамама, уайымдама, ол келеді. Өйткені ол менің нағыз досым деген екен. Расында да ертесі күні Сырбай аға ашуың басылды ме деп өзі келіпті. Айтпақшы, Сырбай аға папам мен мамамның құрметіне ұлына Қасым, қызына Сақып Жамал деп ат қойған. Сондай-ақ ол кісінің үлкен ұлына Жанна тұрмысқа шықты. Берсең бер, бермесең ғой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды, өлеңнің отын жағып жылытармын өзімді, әйелімді, жас баламды дейді. Қасым ақында баспанасыздықтың тауқыметін тартқан ау? Иә, анам екеуі қосылғаннан кейін тұратын жерлері болмапты. Соғыстың алдында бұл кісіге саяжай берген екен. Бұл саяжайды әкем көп балалы отбасы болғандықтан ағасы Ахметжанға беріпті. Кейін Айғанша апамыз да осында келді. Бірақ әкем анасымен ренжісіп қала берген екен. Барымташ Оспан алып кеткен кезде қайтсең де 3 жастағы қызың Сәнияны қолтығыңа қысып кетуің керек еді. Тайжан екеуміз садақа сұрап күн көрдік. Сәния аштан өлді деп ренжіпті шешесіне. Бірақ ол кісінің күйеуі аса қайырымсыз адам болған дейді. Сонымен анам екеуі үйленгеннен кейін Жанна үшеуі Ахметжан ағаның отбасымен бірге осы саяжайдың кішкентай бір бөлмесінде тұрған екен. Бар жиһазымыз бір төсек, бір сөмке, бір чемодан. Чемоданымыз киім салатын шкафтың да, тамақ ішетін стөлдің де, түнде Жанна ұйықтайтын төсектің де рөлін атқаратын деп еске алатын анам. Сосын жазушылар одағынан барып, жағдайын айтып үй сұраған. Бір күні әкеме сол кездегі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің идеология жөніндегі хатшысы Ильяс Омаров хабарласып, кездесуге шақырыпты. Ол кезде бір поэмасы жарық көрген екен. Мамам әкеммен еріп барған. Бірақ Омаровтың қабылдауына әкем жалғыз кіріп, анам сыртта күтіп тұрыпты. Сосын әкем кабинеттен көзі жасаурап шығыпты. Мамам шошып кетіп себебін сұраса, хатшы менің поэмамды жақтырмапты деген екен. Тек сыртқа шыққаннан кейін ғана көзін сүртіп, шынымды айтсам, поэмамды мақтады.
Мен жаңа бөтен кісілердің көзінше шындықты айтудан қысылдым. Ол кісі менің жағдайымды сұрады. Үйсіз екендігімді білді. Сосын бірден квартбюроның өзіне хабарласып, тез арада Қасым Аманжоловқа пәтер табыңдар, бірнеше үйді ұсыныңдар, өзі таңдап алсын деп тапсырма берді. Бұл қуаныштан шыққан көз жас депті. Расында да сосын әкеме бірнеше үйді ұсынған екен. Басқа пәтерлер алыста орналасқандықтан әкем қазіргі Қарасай Батыр мен Достық көшелерінің қиылысындағы жаңа салынып жатқан үйді таңдапты. Үйді қашан бітіреді екен деп күнде келіп көріп кететінбіз дейтін анам. Сонымен 1949 жылдың жаз айларында терезедегі әйнегін салып бітпесе де, олар осында көшіп келіп алыпты. Сіз әкеңізден неше жасыңызда қалдыңыз? Әкем қайтыс болғанда мен 1-ші сыныпта оқитынмын. Әкем екеуміз туберкулез ауруымен ауырдық. Менікі омыртқа, әкемдікі өкпе туберкулезі болды. Ол кісі 1947 жылдан бастап сырқаттанып, ара-тұра жатып қалатын. Мен үйге шыққанда ол кісі ауруханаға түсетін. Ол кісі үйге шыққанда мен ауруханаға түсетінмін. Үйде бірге болған күннің өзінде де бір бөлмеде ол кісі, екіншісінде мен ауырып жататынбыз. Бір-бірімізге кіргізбейтін. Өйткені әкемдікі өте жұқпалы болды. Онымен мүлде сөйлесе алмадым. Дегенмен әкемнің мені қатты жақсы көргенін анық білемін. Өте жылауық бала болдың. Түннің бір уағында оянып кетіп, тоқтамай жылайтын едің. Сонда әкем өзі көтеріп бағатын, дейтін анам. 1955 жылға өтетін жаңа жылдың алдында әкемнің жағдайы тіпті нашарлап кетті. Ақыры қаңтар айында қайтыс болды. Өмірінің соңғы күндерінде әкемнің жасына келдім. Егер осы қыстан аман қалсам, ұзақ өмір сүремін. Оңалмасам, маңдайыма жазылғаны сол шығар депті. Бірақ өте алмады. 17 қаңтарда көз жұмды. Бар болғаны 44 жасында. Өзінің әкесі Рахымжан да 44 жасында қайтыс болған екен. Әкеңіздің көзі тірісінде қанша кітабы жарық көрген? 6 кітабы. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы «Өмір сыры» деген атпен жарық көрген. Енді Қасым ақынның ұрпақтары туралы білсек, қайда жұмыс істедіңіз, қанша балаңыз бар? Мен тұрмысқа шықпадым. 32 жыл бойы кітап палатасында жұмыс істеп, сол жерден зейнетке шықтым. Бала кезімде әкем скрипка ойнаса ұйықтап қалады екен. Сонда қызыма пианино аламын, композитор болады деп армандапты. Әкем қайтыс болғаннан кейін анам әкемнің жарық көрген кітаптарының қаламақысына мен әкемнің досы Қасым Тоғызақов екеуі маған пианино алып береді. Бірақ мен композитор болмадым. Казмуде оқыдым, мамандығым филолог. Қазір Жанна екеуміз бірге тұрамыз. Сенбі-жексенбіде балаларымыз бен немерелеріміз бізді қуантып келіп тұрады. Жаннаның балалары мен немерелері менің де балаларым мен немерелерім ғой. Тыңдағандарыңызға рахмет.